Тәуке хан билік құрған алтын ғасыр кезеңінде хандықтың бірлігін, шекаралық қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Ханның өлімінен кейін оның мұрагері Қайып хан елдің басын біріктіре алмады. Қазақ хандығында жүздер арасындағы тұрақты саяси және экономикалық байланыстың болмауы, қазақ билеушілердің өзара тартысы көрші мемлекеттердің шабуылына жол ашты. Солтүстік батыстан башқұрттар, оңтүстік батыстан қалмақтар, солтүстіктен казактар, оңтүстіктен Қоқан, Хиуа хандықтары, шығыстан жоңғарлар шабуылы жиіледі. Жоңғария Монғолияның батысындағы хандық, халқының саны 1 миллион. 100 мыңға дейін жететін қуатты атты әскері бар ең қауіпті жау болды. Жоңғарияның қазақ хандығын басып алудағы мақсаттары: сауда жолдарын бақылауда ұстау, бағынған қазақ халқынан алым салық алу, мал жайылымдарын тартып алу, батыстағы қалмақтармен кедергісіз байланыс орнату. Негізгі кезеңдер: 1708-1710 жылдар жоңғарлардың қазақ жеріне шабуылы күшейді. 1711-1713 жылдар қазақ жасақтары жауды шығысқа қарай ығыстырды. 1718 жылы жоңғар әскерлері Арыс өзені бойынан Түркістан қаласына дейін жорық жасады. 1718 жылы Аягөз өзенінің бойындағы болған шайқас қазақ хандығының жағдайын жақсарта алмады. Қазақ жоңғар соғыстарының ішіндегі ең жойқыны 1723-1727 жылдары болған соғыс. Тарихта бұл кезең Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама тауымен қалды.